бойлаған әз наурыз текті халқымыздың болмысы, арысы мен бірлігі, өнері мен мәдениеті, дәстүр мен біліміміздің өзегі деп айтсам артық етпейді. Қатысушылар, құттықтау сөз болса өздеріңізде бүгін мереке, бүгін біздің жаңа жылымыз, тілек айтатын жандар болса, Әлібей жанайына. Ассалаумағалейкум бауыржан мырза. Қайырлы күн, армысыздар қазақ елі. Бүгінгі 22 наурыз біздің төл мерекеміз, қазақтың ұлттық жаңа жылы, жыл бастауымен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Енді көктем келіп, бауыржан мырза жадырап, жайнап, бір наурыздың бір жаңағындай иісі келіп бізге, бауырсақтың иісі мына студияда кәдімгідей бір атмосферасы күшті болып отыр. Наурыз көже ішетін уақыт, бала кезімізде есіңізде ғой, осы мейрамды қатты асыға күтіп, асық ойнап, қазір бәрін сол көз алдымыздан өтіп, өте күшті тамаша сезімде отырмыз. Себепті құрметті көрермендер, барлықтарыңызды шын жүректен төл мерекеміз наурызбен құттықтағым келеді. Жарайсыз, рахмет. Айбек. Ассалаумағалейкум бауыржан мырза, ассалаумағалейкум қосылайық көрермендері. Бүгінгі міне біздің қазақтың төл мерекесі әз наурыз құтты болсын дегім келеді. Отбасыларына береке, тыныштық. Біздің нағыз мейрам ғой осы міне. Қыздарымыз, жігіттеріміз бүгін қандай әдемі көрініп отыр да, киімдерімен бәрімен. Аман болсын, бар болсын дегім келеді. Тамаша. Мерекемізде. Ау Димаш. Бүгінгі ассалаумағалейкум, қайырлы күн құрметті көрермендер, бауыржан мырза. Бүгінгі енді өзіміздің әз наурыз мейрамы құтты болсын. Енді оразамен өзіміздің керемет мерекеміз тұспа-тұс кеп тұр ғой енді. Оның өзі бір Алланың нұры деп ойлаймын. Әлі де есімізде балалық шақта өзіміздің мысалы ауылда, саябақта болатын кездерде киіз үйден киіз үйге кіріп, бір өзіміз өлең айтып дегенде керемет бір естеліктер бар наурыз жайлы. Сол себепті осыдан мерекеміз құтты болсын, мерекеден мерекеге жете берейік деймін келеді. Рахмет, айтқаның келсін. Ассалаумағалейкум бауыржан мырза, қалайсыздар құрметті көрермендер, барлықтарыңыз келіп жеткен қазақтың емес, бүкіл әлемнің ең көне мейрамдарымыздың бірі ғой, әз наурыз құтты болсын. Наурыздан наурызға аман жете берейік. Осындай керемет күні, осындай керемет мейрамда сіздер бізбен болғандарыңызға рахмет. Мейрамдарыңыз құтты болсын, бала-шағаларыңыздың қызықтарына тоймай, үйлеріңіз әрқашан дастархандарыңыз тойға жайыла берсін дегім келеді. Рахмет. Айнұр. Сәлеметсіздер ме? Барша қазақ еліне бүгінгі келіп жеткен наурыз мерекесімен құттықтаймын. Наурыздан наурызға аман есен жете берейік. Есендікте, саулықта, шаттықта, бақытта, әр күніміз берекеге тола болып, осай күліп ойнап жүре берейік, еліміз тыныш болсын, және де бақытты болыңыздар. Армысыздар, бүгінгі біздің құрметті де патша күнін көрермен баршаларыңызды бүгінгі жыл басы әз наурызбен шын жүректен құттықтаймын, және де бауыржанымызды шынымен осындай қасиетті айда, қасиетті жұмада жыл басы наурыз келіп жатыр. Бар отбасыға амандық, байлық, денсаулық тілегім келеді. Ұлысымыз оң болсын, ағымыз мол болсын. Ассалаумағалейкум бауыржан мырза, құрметті қосылайық көрермендері. Барлықтарыңызды қазақтың төл мерекесі, қазақтың жаңа жылы әз наурызбен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға береке, байлық тілегім келеді. Және де бір ауыз бата дейміз ба, тақпақ дейміз ба, сол сияқты бір нәрсе айтып жерсем бауыржан мырза. Әрине. Ұлы соң болсын, ақ мол болсын, қайда барса жол болсын. Ала бие құлындап, кәне қол жайымыз. Ала бие құлындап, Алатауға симасын. Қара бие құлындап, Қаратауға симасын. Әрбір бала, әрбір бөбек атанасын сыйласын. Әрбір қазақ жаңа жылда бақыт байлық жинасын дегім келеді. Аумин. Қымбатты көрермен және де құрметті қатысушылар, байқасаңыздар, Аллаға мың шүкір деп айтам. Бізде дәл осы мейрам оразамен қатар және де бүгін қасиетті жұма күні тілеген дұға, тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Дәл енді осымен қатар біздің дана халқымыз, қымбатты қатысушылар, мұқият тыңдаңыздар, біздің дана халқымыз өзара өкпе назы болса дәл осы күні кешіріп, наурыз қарсаңда бұлақ көзі ашылып, тал көшеттер отырғызылған, көктемнің жаңару күніне айнала тазарып, топыраққа дән түскен. Тамыры тереңде жатқан наурыз мерекесі бүгінгі жаңарған қоғамымызбен үйлесім тауып, 10 күн бойы тойлап жатырмыз. Шүкір. Бүгін наурызнаманың 9-шы күні, ұлыстың ұлы күні, әз наурыз жыл басы құтты болса. Тамаша, көңіл күй жақсы бүгін. Қыздар тағы да құттықтау болса айтып алыңыздар. Бізді сөйлетпейді деген өкпез назы болмас. Назым күшті айтатын сияқты. Назымға беріңіздер.
Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сәлеметсіз бе бауыржан мырза. Бүгінгі мерекемен барлығын құттықтаймын. Барлығымызға, отбасымызға бақыт пен байлық, ырыс несібе толы болсын, ақмол болсын, барлығына тек қана жақсылық тіледім. Ай, тамаша. Баршаңызды, қазақ елін, барша түркі мемлекеттерін осы наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Наурыз негізі барлығымызға шынымен таныс, кішкентай кезімізден асыға күтетін мерекелердің бірі. Күн ұзаратын, азық-түлік молаятын, сондай көктемнің лебімен келетін өте жылы мереке ғой. Сондықтан осыдан бастап барлығымыз жаңа өзіңіз айтып кеткендей бір-бірімізге кешірімді, мейірімді болып, осы мерекенің қарсаңында өте жақсы көңіл күйде қарсы алып жүре берейік. Я Бауыржан мырза, негізі халықты халық ететін, негізі жоғалып кетпеуін барлығын көрсететін нәрсе ол біздің салт дәстүріміз, көнеден келе жатқан ырымдарымыз, көнеден келе жатқан мерекелеріміз ғой. Енді осы жылы сол наурыз мерекесін біз 10 күнге созыппыз да. Сол нәрсе бір біздің халыққа бір жақсы нәрсені дәріптеу, бұрыннан көнерген біздің салт дәстүрлерімізді, көнерген біздің ойындарымызды. Енді қазір заман дамып кетті, заманмен бірге ілесейік деп көп нәрсені ұмытып кетіп жатырмыз ғой. Сол нәрсені алдын алып, халқымызға жақсы нәрселерді дәріптеу мақсатында 10 күндік қойылғанда мен қатты қуаныштымын. Барлықтарыңызды наурыз мерекесімен құттықтаймын. Аллахтың назарында, бақыттың базарында болыңыздар. Сара ханым. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, ақ мол болсын. Жолаушы жүріп келген жандарға ақ жол тілейміз. Наурызымыз құтты болсын. Қазақстанымызға байлық және де егеменді Қазақстанымыз жасара берсін, жаңара берсін. Ай, тамаша. Құрметті қыздар, үстеріңізде көйлектеріңіз әдемі болып, кәдімгідей жарқырап, көз тоятындай сұлу болып тұрсыздар. Жігіттер қыздарымызды құрметтеп бір қошемет ұрып қойып, бәрі әдемі. Енді тұрақты көрермен байқасаңыздар, біз дәл осы күнді бағдарламаны өте бір көтеріңкі көңіл күймен, мерекемен, берекемен бастап жатырмыз. Және де бір керемет сөзді айтсам, біздің қатысушылардың көңіл күйі 100%-ға көтерілетін сөзді айтуға рұқсат етіңіздер. Шымылдықты жабамыз! Өзің жабам шымылдықты. Ой, бәрекелді, шымылдықты жабамыз. Және үміткердің таңдауы кім? Ер жігіт Асан хан дейді, Ернар айтады. Айжан дейді. Аха. Сара ханым дейді. Сара ханым кел дейді. Аха. Алиби. Аха. Абзалға келді ау дейді. Джуля дейді. Ал ендеше үміткердің таңдауы кім деп ойлайсыздар? Сара хан. Абзал дейді, Сара хан дейді, Джуля дейді. Еңлік. Зарина. Димаш, Ернар. Ернарға да біраз болмады кемегенде. Ернарға да біраз болды кемегелі негізінде. Бірақ енді көпшілік абзал дейді. Аха. Ендеше үміткердің таңдауы Ернар. Кел жаным кел десең, махаббатқа жүр десең, айға іздеп жетерем жаным өзің кел десең. Кел жаным кел десең, көңіл көктем сен десең, шарықтаймын шаттанам жанымды сен келгенсең. Ой, Ернаржан, төрлетіңіз. Микрофонды беріп қояйын қолыңызға. Аха. Ой, ашылып қойып ма? Жауып қойыңыз. Жауып қояйық. Жауып қойыңыз. Халықпен амандасып. Ассалаумағалейкум. Мерекемен армысыздар. Барша қазақ еліне бүгін ұлыстың ұлы күні, қазағымыздың барша қазақ елінің мерекесі, жаңа жылы төл мерекесі әз наурызбен шын жүректен құттықтағым келеді. Қыстан аман есен шыққанымызға жылдан жерге аман есен жете берейік. Ақ мол болсын, арыс берекеміз артай берсін деген білет бар. Жақсы. Ернар, үміткер келмегелі біраз болды. Соңғы арақатынас тоқтады ғой, бір нақты ашып айтшы, көрермен түсінбей жатыр. Негізі нақты тоқтады бауыржанымызға. Біз осы жақтан бір сөйлесіп аламыз деп эфир бітіп қалып еді ғой. Одан соң сырттан сөйлесіп, бір-бірімізге деген сыйластығымыз, достығымыз қалатын айтып, солай жақсы тонда, жақсы лепте аяқталған болатын негізі. Тамаша. Жаңа арақатынасқа дайынсыз? 100%.
Үйдегілер Ернар қашан үйленесің деген сұрақ. Иә, үйдің үлкенім ғой енді бауыржанымызда. Жас деген 24-25-ке қалады құдай қаласа. Қазір ана кез келген жиынға барсаң да туысқандардың бірінші сұрағы сол шығар, Ернар қашан үйленесің? Сол бауыржанымызда нағашылар жаққа барсам да өзімнің туысқандарымның тойына, мерекесіне барып жатсам да қаншаға келіп жатсың, енді бір анаңның қолын ұзартатын бір келін алып келсеңші балам деп әрдайым қолқа салып отыратыны бар енді. Бар. Сол ата-аналардың және де көпшіліктің тілегі орындалсын деп айтқым келеді. Бүгін жақсы күнде жақсы тілектер қабыл болсын. Ернар, қазір үміткер шақырғанда сіз артқа қарап тұра тұрасыз, иә? Қараймын, отырайын ба, тұрайын? Болды. Тұрған дұрыс болады да, сәл құрметпен, иә? Сосын барынша мына жерге қатты қарамайсыз ғой, Ернар, иә? Келістік, иә? Ал енді ше Ернарды таңдап келген ару қыз, келіңіз! Аяқ киімді шешіп қоямыз, арғы жаққа қоямыз. Қошеметтер қойсаңыздар. Қобалжып тұр енді, қазір біздің шымылдықта өзгеріп кеткен дегенде, ой, рахмет. Төрлетіңіз, жоғары шығыңыз. Жайғаса қойыңыз, қобалжу болады, өздеріңізде түсініп тұрсыздар. Ернаржан, жайғас. Ал, саламатсыз ба? Мейрам құтты болсын. Наурыз құтты болсын. Наурыз құтты болсын. Есіміңіз? Камила. Камила. Жасыңыз? 19. 19. Қай жердің тумасысыз? Қапшағай облысы. Бірақ Алматыда тұрам. Ай, тамаша. Қош келдіңіз. Неге Ернар? Не знаю. Білмейсіз. Білмей қалай болады екен ол деп атқан бұл? Бір түрі ұнады ма, жалпы мінезі ұнады ма? Жалпы өзі адам ретінде бір қызық, ерекше жан болып, былай ұнатып келдіңіз, е? Иә. Болды. Ернар, баста. Саламатсыз ба, Камила? Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Ең алдымен мені таңдағаныңызға үлкен рахмет. Жалпы бұрын соңды арақатынасы туралы қобалжып қалған. Бәсе, қобалжымаңыз. Жағдай сұрастыңыз, рахмет айттыңыз. Иә, үй іші жайлы айта кетсеңіз. Біледі ма? Ата-анаңыздың рұқсатымен келдіңіз ба? Үйде неше ағайындысыздар жалпы? Наушник естімін. Естіліп тұр. У меня ата-аналар бар менде. Үйде үшеу бала бар. Я самая старшая. Жалпы андай русскоязычный. Сұрап көрсеңші, ұлтын сұраңыз. Ұлтыңыз? Я метиска. Бәсе сол, иә. Жаңелдегі қазақша. Немене? Қандай? Қазақша түсінем, бірақ просто кішкене етеді. Жоқ, сонда ұлтыңыз қандай болды? Метиска. Жоқ, енді... Аралас. Папа еврей, мама русская. Сондай болып тұрып, қазақ тілінде сөйлеуге тырысып жатқан қыздан айналасыз ғой, қошеметке лайықты. Үйде үшеусіздер. Ағаңыз бар ма? Жоқ, иә бар. Ағаңыз? Я самая старшая. Сізден ініңіз? Иә. Сосын сіңіліңіз? Бұрын соңды арақатынасы болды ма жалпы сізде? В смысле отношения? Да. Были у вас? Да. Отношения были. Ну правильно ж. Когда последняя любовь? Я соңғы арақатынас. Ой, екі жыл өтіп кетті. Да? Да. Сол даға жақсы екенсіз де қазақша айтамыз бірақ, ә? Иә. Так, соңғы арақатынас 2 жыл бұрын болды. Тұрмыс құрмағансыз ғой? Тұрмыс құрмаған, иә? Ернар, сен үміткер қабылдауға дайынсыз ба? Дайынмын негізі бауыржанымыз. Біраз болған ба, или мына жақтың буырып жатыр ма? Дайын емес сияқты. Дайын емес сияқты бір көмек қылып жіберген еді. Камила, қош келдіңіз. Қадамыңызға гүл бетсін. Әз Наурыз құтты болсын. Тұра тұрсай, мен бастап қойдым ғой, рахмет. Мынау менде мынандай сұрақ болып жатыр да сізге енді. Әкем еврей дедіңіз, анам орыс дедіңіз, иә? Күшті. Қазақ тілін естіп, бүйтіп түсініп отқаныңыз өзім тәнті болып отырмын сөзіне, шыны керек. Менде қазақтың салт дәстүріне жалпы өзіңіз қалайсыз? Енемен тұруға, жаңағы қазақта салт дәстүр көп қой адам үйленген кезде. Соған көз қарасыңыз қалай? Үйдегілердің көз қарасы қалай? Қазақ күйеу балаға дегендей. Ну, я согласна с этим. Я не против с родителями жить. Қарсы емессіз? Иә. Иә, Димаш? Сұрағым қойып қойды бауыржан мырза. Осы сұрақ па еді? Жоқ, қазақтанда немен айналысасыз, жалпы оқисыз ба, жұмыс жасайсыз ба деген сияқты. На данный момент оқып жатырмын. Оқып жатырсыз ба? Қандай оқу орнында? Педагог. Болашақта мұғалім боласыз мамандық бойынша. Бастауышқа ма әлде бір нақты пәнге ме? Бастауышқа. Ата-анаңыз сол Қапшағай қаласында тұрады, иә? Сіз Алматыда оқу барысында? Қонаев қаласы. Қонаев қаласында, аха.
Болды, түсінікті. Сол кішкене бір сұрақтарыңыздың. Мақсат, қош келдің. Көрінбей қалдың ғой, дұрыс па бәрі? Бәрі дұрыс бауыржан мырза, бәрі. Мәселені шештіңіз ба? Мәселе бәрі шешілді, бәрі жақсы. Ернар түсіп алдым да, Қазақстанда немен айналысасыз деген не сұрақ ол? Немен айналысасыз? Микрофон. Сен сәл. Қандай оқу орны жалпы? Не істейсіз? Оқисыз ба, әлде жұмыс жасайсыз ба? Камилаға сұрақ қойғым келіп тұр сізге. Ата-анаңыз былайынан барлығы біледі ғой, туысқандарыңыз былай ертең қарсы болып жүрмей ма деп жатқан ғой, мысалы эфирге деген сияқты. Жоқ, қарсы болмайды. Қарсы болмайды дейді. Болды. Сұрақ. Қой. Камила, сәлем. Өз сондай болып қалады қазір енді кішкене Ернар алдындағы менің күйімді кешіп отыр ғой енді. Бірақ жаңа бір сөзіне кішкене былай түсінбей қалдым да, қай жерін ұнатып келдіңіз, Ернарды таңдап келдіңіз десе, білмеймін деген. Жоқ, мынандай ғой, бұл кісі бірінші келді да, қобалжып қалды. Былай шықты, былай дедік, былай шықты, аяқ киім шешті дедік. Абырап қалды да. Сосын қазақ тілінде қатты сөйлей алмай тұр ғой. Сондықтан орысша сөйлеуге бізде болмайды. Сол себепті андай не істеп қалды. Сұрағым жалғастырайын. Иә, не знаю дей салды да. Да, сұрағым жалғасы былай ғой, короче, сұрақ. Камила, біздің бұл бағдарламаны қайдан көресіз деген сияқты, Ернарды бақыладыңыз ба деген сияқты, енді сол сұрақты бір толығырақ қазір сіз қобалжымай уже отырсыз ғой уже. Сол отырып алғаннан кейін қойып отқаным ғой. Тиктокта көрем. Ау? Тиктокта көрем. Тиктокта көресіз. Ернарды көргенсіз сол кезде? Жоқ, көрмедім. Вообще көрмедім. Қалай? Бір кіріп шыға салай деп келген сияқты. Жоқ, достар, сәл қазақшамен сәл дұрыс түсінбей. Хорошо, Камила. Сіз жалпы Қосылайықты тиктоктан көргенсіз, ә? Түсінікті ғой енді. Демек, үзінділерді көргеннен кейін Ернарды да тиктоктан көреді. Айбек сізді де тиктоктан көреді. Мені көресіз ба? Жоқ десе. Просто рекомендация шығар. Хорошо, болды. Сұрақ бітті. Камила ханым, қош келдіңіз. Мен мұндамын. Енді қазақшаңыз шынымен мақтауға тұрарлық екен, ғажап деп айтқым келеді. Сіз жалпы біліміңіз қазақша ма? Иә, бізде жарнамадан кейін біздің мисс Джулия қандай сұрақ қояды, бірге білеміз.